Дәл осындай қытырлап шығатын керемет балық қуырамыз. Ендеше менімен кірісіңіздер, біз сазан балығын қуырамыз. Қыздар, алдымен балығымызды жақсылап жуып, тазалап, дәл осылай ендігі кезек бөліктерге бөліп аламыз. Балық өте пайдалы екенін барлығымыз білеміз, есте сақтау қабілетін жақсартады, көздің көруін жақсартады. Жалпы айтқанда, балықтың бізге өте пайдалы екенін барлығымыз білеміз. Дәл осылай лимон шырынын жақсылап сығып алып, ендігі кезек тұзды араластырып, жақсылап араластырып, қыздар 15-20 минутқа маринадтап, дәл осылай қалдырып қоямыз. Ендігі дайын болған осылай балықтарымызды осылай ұнға кішкене тұз араластырып аламыз, қыздар. Тұзды болсын десеңіздер, біз тұздысын жақсы көреміз. Дәл осылай жақсылап араластырып, қызып тұрған майда жақсылап қуырамыз, қыздар. Қып-қызыл түске енгенше дәл осылай қуырып аламыз. Мінекей, қыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге әрдайым керемет рецептермен бөлісіп отыруға сөз беремін. Ендігі кезек балықтарымызды, дайын болған балығымыздың барлығын дәл осылай ыдысқа алып аламыз. Жанына фрей қуырсаңыздар болады, салат жасасаңыздар болады. Жалпы айтқанда, айына 2 рет осылай қуырып жегенге ештеңе жетпейді. Ендеше барлығымызға ас болсын. Менің рецептерім сіздердің пайдаңызға жарап жатса, мен өте қуаныштымын. Сау болыңыздар.